Атақты Мұхтар Әуезов. Жамбыл ақыл ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтын дара, оқшау бет бейнесімен аса зор құбылыс. Оның бір өзі әрі эпик ақын, әрі айтыс ақыны, әрі азаматтық әуенің де ақыны деп бағалаған еді. Мұхтар Әуезов мойындаған, Бауыржан Момышұлы бас иген, Мәлік Ғабдуллин құшағын алған Жамбыл Жабаевқа 175 жыл. Жамбылдың Сүйінбайдан бата алған оқиғалары зерттеу жұмыстарында көп айтылса да, ел аузында естіген мына бір әңгімеден артық емес сияқты. Сүйінбай қартайған кезінде ет жеп отырып, тісі өтпей аузындағы бір кезекті жанындағы баласына берсе, жиіркеніп жемепті деседі. Сонда бала Жамбыл атып тұрып, ақын ата қолынан ет асаған екен. Сүйінбайдың ақындық өнері содан ұрпағына қонбай, Жамбылға дарған деседі. Ал енді кейбір деректерге сүйенсек, 14-15 жастағы Жамбыл жарапазан айтуды сылтауратып, Сүйінбай ауылына келіп, үйінің сыртында ат үстінде тұрып, жарапазанға жалғастыра, өз жанынан өлең шығарып, ұзақ жырлайды деседі. Қазақ халқының ұлы ақындары Сүйінбай мен Жамбыл егіз құбылыс. Екеуін бірінен бірін бөліп қарауға болмайды. Алып бәйтерек тамырдан өседі десек, Жамбылға нәр берген тамыр Сүйінбай. Жамбыл Жабаев, менің пірім Сүйінбай. Сөз сөйлеймін сыйынбай, сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, қара дауыл құйындай. Түсінде өлең аласың ба, көген аласың ба дегенде өлең алам деген бала Жамбыл ғасыр жасайтын білмесен де, өзінің өлең үшін туған жан екенін сол бабын шақтанып білген сыңайлы. Халық менің жынатым, Жамбыл деген жаятым, халық менің жынатым, жай құйрығым қанатым, Қазақстан отаным. Қалған бақыт мұрасын, кеңес менің мыңдап жыл, аңсап тапқан мұратын, жаңқамды жауға бермеске, отан берген баратым. Миллион барлық жан, арыстан жүрек ер балам, сарқылғанша талшыққан, қорған шебін құратын, жау мойнын жылатын, атым осы болатын. Жамбыл Жабаев қазақ поэзиясының алыбы, қазақтың қарт ақыны. Ол ақын ғана емес, тамаша жыршы. Ақыны мекені халық ортасы болса, жыр арқауы тарих. Жамбыл бір ғасыр ғұмырында небір тарихи өзгерістерді басынан өткерді. Қоқан хандығының, орыс патшасының езгісі, кеңес өкіметінің солақай саясаты, 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс, 1917 жылғы қазан көтерілісі, 1932-35 жылдағы ашаршылық, 1937 жылғы саяси қуғын сүргін, 1941-45 жылдағы ұлы отан соғысы ақынның ғұмырнамасын құрайды. Жамбыл Жабаев, зілді бұйрық. Верныйден жандаралдар бұйрық қылды. Құйрығы бұйрығының тіпті зілді. 31-19-ды алат деген суық хабар халықты бұлқындырды. Жылады сорлы халық малын айтып, кеткен соң қолдан шығып келмес қайтып. Дейді де еңірейді, егіледі, қайғының күні түні күйіп барды. Верныйдың қадам баспай қаласына, кемпір шал жылап жатыр баласына. Ешбір ем табылмады іздесе де, халықтың жүректегі жарасына. Пристав келіп қалды бала сұрап, ел жатыр бермейміз деп қойдай шулап. Қырсаң да баламызды бермейміз деп, тайсалмай әке шеше жатыр сұлап. Пристав ашуланды аламыз деп, жігіттер тұр, бармаймыз қаламыз деп. Егер де бұл тұрыңды өзгертпесең, басыңа бір ойранды саламыз деп. Ел боп жиылды кеп әрбір сайға. Ал әлеумет қараңдар мына жайға. Сендей болып соғылып толқындады, бір саяқ болам екен шыбын жанға. Күн ыстық, қайнап тұрған саршатамыз. Жанында қан, малында қалмаңыз. Оразаның күні еді сол уақытта, бұл күнде оразаны не қыламыз? Суында қарғалының аузын ашты. Бір пәлекет халыққа душарласты. Басшылары кеткен соң тағат алмай,
жиылған жұрт дағдарып жата басты. Келді де алып кетті жақсын айдап, барады боздақтардың көзі жайнап. Күн ыстық, қайнап тұрған сашатамыз. Жөнелді абақтыға соры қайнап, жақсыдан қоймай алды санап, қамалды абақтыға қарғыс қазақ. Білмеді не болғанын сырттағы, қамалғандар абақтыда тартты азап. Қызығыңды көп көрдім, қара бастау қылансаз. Күндерімді өткердім, сенде жүріп ұзақ жаз. Көкорайға жайылған, секілдеді үйрек қаз. Ештеңе жоқ уайымнан, жүруші еді көңіл мәз. Патша әмірі тарылды, оған қылар бар ма алаш. Ішке толған зарымды, кімге айтармын қылып наз. Көген көзді қосақтап, қалай қиып берерміз. Көздің жасы моншақтап, көңілшер боп өлерміз. Көк жайлауды қалдырып, қалай көшіп кетерміз. Көкіректі зар қылып, қорлықпен қайтып өтерміз. 5 үйден бір жігіт деп, болыстар жүр шапқылап, жасау oldu үй тінтпек, қылыштары жарқылдап. Қазақстанда кеңес үкіметі орнаған тұста кедейге теңдік, әйелге еркіндік берілгеніне ақында куә болды. Сондықтан да оның шығармаларынан ірі байларды конфискелеу, қосшы ұйымын құру, шабындық пен егістік жерлерді қайта бөлу, кеңес сайлауларын өткізу сынды саяси және мәдени науқандар кең орын алды. Осылардың бәріне куә болған ақын халқымен бірге қуанып, бірге шаттанды. Кедейлерге, Қазақстан тойына Бұхараның жырын жырлады. Жамбыл Жабаев Қазақстан тойынан халықтың енді міне жетілгені, құрыштың білінбейді кетілгені, аталып Қазақстан ел боп туып, үй тігіп ірге қалап бекінгені. Елімді сансыз жылдар қоршап тұман, өмірінде азап шегіп өкінгені, елімнің үкіметі көп жасасын. Намысты жауымызға кетірмеді, олайық үкіметке кете ұйытқы, секілді темір тіреу көпірдегі. Жарқырап тұла бойды шаттық көрнеп, ажарым шырайланды бетімдегі, ағытқан бар арынан арғымақтай, қиырдан қия шауып лепіргені. Сенімен туған елім біте қайнап, жан емен әңгіменің шетіндегі, сондықтан бабан Жамбыл әнге шырқап, қырандай қос қанат серпілгені. 1941-1945 жылдар отанымыз үшін ең ауыр жылдар болды. Гитлер бастаған неміс басқыншылары соғыс жараламай жерімізге енді. Нева жағасындағы Ленинград қаласы 900 күн қоршауда қалды. Халқымыз үшін бұл күндері зұлмат күндер болды. Осы қайғылы жағдайға байланысты Жамбыл өзінің Ленинградтық өренім атты өлеңін арнады. Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің, Нева өзенінің сүйкімді бұлағындай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін, өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай дередім. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Мне в струе степного ручья виден отблеск Невской струи. Если вдоль снеговых хребтов взором старческим я скользну, вижу своды ваших мостов, зорь балтийских голубизну. Фонарей вечерних раи, золоченых крыш острия. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Не затем я на свете жил, чтоб разбойничать чуять смрад. Не затем вам, братья, служил, чтоб забрался ползучий гад в город сказочный, в город-сад. Не затем к себе Ленинград взор Жамбыла приворожил, а затем я на свете жил, чтобы сброд фашистских громил, не успев отпрянуть назад, волчьи кости свои сложил у священных ваших оград. Вот зачем на север бегут казахстанских рельс колеи, вот зачем Неву берегут ваших набережных края. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Слышат пастбища сырдарьи вой взбесившегося зверья. Если б ныне к земле приник, только б ухом приник Джамбыл, обрела бы земля язык, и дошел бы сквозь недра гул отечественной войны на просторах родной страны.
Всех к отпору Жданов призвал, от подъемных кранов призвал, от огромных станков призвал, от учебных столов призвал. В бой полки Ворошилов ведет, вдоль холмов и долов ведет, Невских он новоселов ведет, Невских он старожилов ведет. Беспечален будь, Ленинград, скажет Сталин, в путь в Ленинград. Все пойдут на выручку к вам, полководческим вняв словам. Предстоят большие бои, но не будет врагам житья. Спать не в силах сегодня я. Пусть подмогой будут друзья, песни вам на рассвете мои. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Плачь от скорби и горя, Джамбул. Пой печально, как горный ручей. Весь ползет из аула в аул. Умер Сева от рук басмачей. Юный сокол крылья сложил, цветок вишни на землю упал. Хоть он мало на свете прожил, но умен был, как аксакал. От невежества мрачных лет к светлой жизни он звал Дихан, а теперь его с нами нет. Сердце Севы пробил Жакан. Но не радуйся, бай Матвей, не вернешь свое время вспять. Пионеры страны моей завтра в сад твой придут опять. Снега Алатау одеты в закат, в последних лучах, как рубины горят. Звезда серебрится, и в яблочный сад по радио вести летят. Я слышу их, хмуря суровую бровь, и старое сердце волнуется вновь. В Испании кровь, в Манчжурии кровь, и в Абиссинии кровь. Но вот из далеких кремлевских палат овации горным потоком гудят. Сердца согревая, планету будя, доносится голос вождя. Волнуется мир, тишина разлилась. Настал на земле исторический час. С трибуны звучит, как могучий набат, вождя гениальный доклад. Соғыс жылдарындағы аса бір қайғылы өлеңі баласы Алғадай соғыста ерлікпен қаза болғанда айтқаны. Ақын өз қайғысы арқылы бүкіл ел қайғысын осы өлең арқылы танытып, жауға деген өшпенділікті күшейтіп, ерлікке жігерлендіре түсті. Жамбыл Жабаев Алғадай туралы. Түнеу күнге кеткеннен Ғали жаңа келдің бе? Алғадайдың мүрдесін жол жөнекей көрдің бе? Топырағың торқа боп, тыныш ұйықта дедің бе? Қалай қиып қалдырдың қарт әкеңді еліңде? Елжірейді өзегім, ауырады белімде. Қаза болып көзілем, хәлім қиын менің де. Алатауды айналсам, Алғадайды табам ба? Сарыарқаны сандалсам, саңлағымды табам ба? Өлім деген уекен, мендей кәріп адамға, күнде үйімде күңіренем, көзіме жас аламда. Көңілі бос кәріннің көкейлерін ұғынар, көтермей жан жалының көзден жасы құйылар. Жамбыл бабамыз есімі қазақ әдебиетінде алтын әріптермен қалған ғажайып құбылыс. Алып та биік, айдынды да айбынды жыр жампозы. Айтыс сөз барымтасы деп Мұхтар Әуезов айтқандай, айтыс қазақ халқының әдеби мол мұраларының бірі. 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басы айтыс өнерінің өркендеп, өрістеген дәуірі болып табылады. Жамбыл айтыстың асқан шебері. Ол өз кезеңінің көптеген атақты ақындарымен айтысып, бірде-бірінде жеңілмеген. Ақынның 10-нан астам айтыстары сақталған. Әсіресе оның Құлманбетпен, Айкүміспен, Шашубаймен айтысы көпке жақсы мәлім. Жамбыл бабамыздың кейінгі ұрпақ үшін тек танымдық дүние, аңсап, сусап оқитын тәлімдік тәрбиелік мәні зор өнегесі біздерге қалдырған өлшеусіз ғибраты. Ұрпақтары барда ұлы ақын жыры ғасырдан ғасырға жасай береді.